Сәлем достар, бүгін сіздермен өте пайдалы видео рецептпен бөлісетін боламын. Қалай кез келген тағамды дәмді етіп дайындауға болады, сол туралы айтатын боламыз. Тоңазытқышыңызда қалып қойған тәтті бұрыш және помидор болса, сол жеткілікті болады бізге. Помидор, бұрыш және сарымсақты пайдалана отырып, өте дәмді тамаққа қосатын қолдан аджига жасайтын боламыз. Бұрышты, помидорды және сарымсақты жақсылап жуып, тазалап аламыз және барлығын ұсақтап майлап турап алатын боламыз. Помидор, бұрыш және сарымсақты бірде-бір пропорциямен аламыз, яғни бір помидор, бір бұрыш және бір сарымсақ керек болады. Осылай есептеп аламыз. Егер сіздер килограммда алатын болсаңыздар, онда 1 килограмм помидорға 1 килограмм тәтті бұрыш қосасыздар. Ал сарымсақты бұл кезде бір бас сарымсақ қоссаңыздар жететін болады. Барлығын салып, измельчительмен езіп аламыз, немесе блендермен де жасасаңыздар болады. Бізде осындай масса пайда болады. Енді оны қалай сақтаймыз десеңіздер, осылай бір пластик ыдысқа құйып алып сақтасаңыздар болады. Оны міндетті түрде мұздатқышта сақтаймыз, өйткені тоңазытқышқа салсаңыздар ашып кетеді. Сондықтан міндетті түрде мұздатқышқа салып сақтаңыздар. Және екінші сақтау әдісі осы мұз жасайтын формаға аздап жаңағы массамызды салып қатырып алатын боламыз. Оны қатқаннан кейін шығарып алып пакеттерге салып қойсаңыздар да болады, немесе осылай сақтай берсеңіздер де болады. Осы қолдан жасаған аджигаңызды кез келген тағамға салатын болсаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Қуырып жатқан кезде немесе сорпа қайнатып жатқан кезде салып қоясыздар, дәмі шығып, сорпаларыңыз әдемі болып шығатын болады. Түс береді және дәм береді. Тамақтарыңыз онша ұқсамай жүрген болса, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, өздеріңіз таңғалатын боласыздар. Егер бүгінгі видео сіздерге пайдалы болған болса, каналымызға жазылып алыңыздар және қолданып көріп, өз ойларыңызбен комментарийде бөлісе кетіңіздер.